Сүре 36. Ясин. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ұғымын Алла біледі. Терең сырлы Құранға серт. Мұхаммед, оған Аллахтың сәлемі мен берекеті болсын. Шәксіз сен анық елшілерденсің. Тура жолдасың. Өте үстем ерекше мейірімді Алла түсірген Құран жолы. Аталары ескертілмей өздері кәперсіз қалған елге ескертуін үшін. Расында олардың көбі зиянына берілген қаулға лайық болды. Сондықтан олар иман келтірмейді. Рас, олардың мойындарына бұғаулар салдық, сонда ол иектеріне дейін. Сондықтан олардың бастары кегжиіп қалған. Бұл бір мысал, қасарысып, шындыққа бас имейді. Олардың арттарынан да, бөгет алдарынан да бөгет жасап, көздерін қаптадық, олар көрмейді. Мұхаммед, оған Аллахтың сәлемі мен берекеті болсын. Оларға ескертсен де, ескертпесен де бәрібір олар иман келтірмейді. Шын мәнінде сен үгітке еріп, Рахманды көрмей қорыққан кісілерге ескерте аласың. Ал оларды жарылғау және құрметті сыйлықпен қуант. Рас, біз өліктерді тірілтеміз, сондай-ақ олардың ілгері жіберген, кейін қалдырған нәрселерін жазамыз. Әр нәрсені ашық бір кітапта түйіндеп қойдық. Адамның үйретілген ғылым, жарияланған кітап және жазылған хайыр, құрылыстардың сауабы немесе қалдырған жаман өнегелерінің күнәсі. Өлгеннен кейін де ғамал дәптеріне жазылып отырады. Мұхаммед, Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Оларға елшілер келген кент халқы мысал көрсет. Антахия кенті, Иса алейхиссаламның елшілері. Оларға 2 елші жібердік, сонда олар 2-ін жасынға шығарды. 3-ші елшімен қуаттадық, сонда елшілер, рас, сендерге елшіміз деді. Кент халқы, сендер біз сияқты ғана адамсыңдар, сендерге Рахман еш нәрсе жіберген жоқ, сендер мүлде өтірік айтасыңдар деді. Елшілер, Раббымыз біледі, расында сендерге елшіміз. Бізге ашық түрде жалғастыру ғана міндет деді. Олар арасында сендер себепті сәтсіздікке ұшырадық. Егер айтқандарынан қайтпасаңдар, әлбетте сендерді таспен атқылаймыз. Сондай-ақ сөзсіз сендер бізден жан түршігерлік қинау көресіңдер деді. Елшілер, сәтсіздіктерін өздерімен бірге, өз қылықтарынан берілген үгітті ырым қыласыңдар ма? Олай емес. Сендер шектен шыққан елсіңдер деді. Қаланың шетінен біреу жүгіріп келіп, әй қауым, елшілерге ілесіңдер деді. Сендерден ақы сұрамайтын кісілерге еріңдер, олар тура жолда. Өзімді жаратқанға неге құлшылық қылмаймын, және сендер де соған қайтарыласыңдар. Одан өзге тәңірлер етіп алайын ба? Мұнда Алла маған зиян келтіргісі келсе, олардың қолдаулары маған ешбір пайда бермейді де, олар мені құтқара алмайды. Сөз жоқ, онда мен ашық адасуда боламын. Күдіксіз рабыларына иман келтірдім. Енді маған құлақ салыңдар дегендігі үшін елі таспен атып өлтіреді. Жаннатқа кір делінді де, ол әттен елім білген болса еді. Раббымның мені жарылқап ардақтылардан еткенін деді. Одан кейін оның еліне көктен бір әскер түсірмедік, әрі түсіруші де емеспіз. Олар бір ғана дауыс еді, сонда олар сөніп жоқ болды. Өздеріне келген елшіні ұдайы мазақ қылған құлдарға нендей өкініш. Олардан бұрын қаншаланған нәсілдерді жоқ еткенімізді, олардың бұларға қайтып келмейтінін көрмей ме? Бір тұтас барлығы алдымшыға жиналады. Оларға өлі жер бір белгі. Оны жандандырып, одан дән шығарамызда, сонда олар одан жейді. Сондай-ақ онда құрмалардан, жүзімдерден бақшалар қылып, сонда бастаулар ағыздық. Оның жаратқан өнімнен әрі өздері қол егістеген нәрселерінен жесін. Сонда да шүкір қылмай ма? Сондай пәк Алла барлық нәрсені жүп-жүпімен жаратты. Мейлі ол жерін өсірген нәрселерінен болсын, мейлі өздері өндірген және тағы білмегендерінен болсын. Оларға түн бір белгі. Одан күндізді ажыратамыз. Сонда олар қараңғылықта қалады. Сондай-ақ күн белгіленген көлемінде жүреді. Міне осы аса үстем, әр нәрсені білуші Алланың өлшеуі. Тағы айдың орындарында өлшеп қойдық.
ескі құрманың қураған бұтағындай болғанға дейін. Күннің айға жетуі мүмкін емес, және түнде күндізден ілгерілемейді. Әрбірі көкте жүзеді. Олардың нәсілдерін толы кемеде Нұх кемесінде тасуымыз олар үшін бір белгі. Әр олар үшін сол сияқты да мінетін көліктер жаратуымыз да бір белгі. Қаласақ, оларды суға батырамыз, сонда оларға болысушы да жоқ, олар құтқарылмайды да. Бірақ біздің тарапымыздан бір мархамет және бір мерзімге дейін пайдалану болады. Қашан оларға алдарындағы және арттарындағы жағдайлардан сақтаныңдар. Әрине, мәрхеметке бөленесіңдер делінсе. Сондай-ақ оларға Раббыларының белгілерінен бір белгі келсе-ақ, олар одан жалтарады. Қашан оларға Алланың сендерге берген нәсібесінен тиісті орынға жұмсаңдар делінсе, сондай қарсы болғандар. Алла қаласа тамақтандыратын біреулерді біз тамақтандырамыз ба? Сендер онда адасқансыңдар деді. Олар, егер шын айтсаңдар, бұл құқайларың қашан дейді. Олар таласып тұрғанда оларға қолға алатын бірақ ащы дауыс күтіп тұрды. Сонда олар өсиет айтылмайды да, өздері де қайта алмайды. Сүр үрілсе, сонда олар қабырларынан Раббыларына жүгіреді. Әттең-ай, бізді жатқан жерімізден кім тұрғызды дейді. Міне, мейірімді Алланың уәдесі, пайғамбар да шын айтқан делінеді. Бір ғана айғай болады да, сонда тас алдымызға әзір болады. Ал енді бүгін ешкімге зұлымдық етілмейді. Бір ғана айғай болады да, сонда тұтас алдымызға әзір болады. Ал енді бүгін ешкімге зұлымдық етілмейді. Сондай-ақ істегендерінің ғана бодауларын көресіңдер. Расында, жаннаттықтар ол күні зауықты шұғылдануға болады. Олар да жұбайлары да көлеңкелердегі дивандарға жастанған түрде болады. Олар үшін ондай жемістер және өздеріне не тілегендері бар. Ерекше мейірімді Раббыларынан оларға сәлем сөзі болады. Әй күнәһарлар, бүгін араны ашыңдар. Әй адам баласы, сендерге шайтанға табынбаңдар. Әрине, ол өздеріне ашық дұшпан деп серт бермедім бе? Маған құлшылық қылыңдар, тура жол осы. Расында ол сендерден көптеген топты адастырды. Сонда да түсінбейсіңдер ме? Сендерге уәде етілген тозақ осы. Қарсы келулерін себепті бүгін оған көріңдер. Қарсы келулерін себепті бүгін оған кіріңдер. Олар қылмыстарынан танғандықтан, ол күні олардың ауыздарын мөрлейміз. Бізге олардың қолдары сөйлеп, не істегендеріне аяқтар айғақ болады. Мүбәда қаласақ, олардың көздері мүлде соқырғылар едік те, сонда олар жол іздесе қайтып көрер еді. Егер қаласақ, олардың мекендеріне әлбетте бейнелерін өзгертер едік. Сонда олар ілгері де кейін де кете алмас еді. Әлде кімге өмір берсек, жаратылыста соны қайта бастырамыз. Олар түсінбей ме? Мұхаммед Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Өлең үйретпедік, әрі оған ол лайық емес. Ол бір үгіт және ашық Құран ғана. Тірі кісілерге ескерту, қарсы болғандарға байланысты сөз шынға айту үшін, олар үшін рас құдіретімізбен хайуандарды жаратқанымызды көрмей ме? Сондай-ақ өздері оларға иелік етеді. Малды оларға бойсұндырдық. Олар кейіне мінеді, кейінін етін жейді. Олар үшін малдарда түрлі пайдалар, сусындар бар. Сонда олар шүкіршілік қылмай ма? Олар Алладан өзге тәңірлер жасап алып, олардан көмек көретіндіктерін үміт етеді. Олар пұттар оларға көмек ете алмайды. Олардың өздері ол пұттарды қорғау үшін әзір әскер. Мұхаммед Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Олардың сөздері сені кейтпесін. Әрине біз олардың кернеулерінде, көместерінде білеміз. Адам баласы өздерін бір тамшы судан жаратқанымызды көрмей ме? Сонда да ашық қиқарлық істейді. Олар өз жаратылысын ұмытып бізге мысал берді. Міне, шіріген сүйектерді кім тірілтеді деді. Мұхаммед Аллахтың сәлемімен берекеті болсын. Оны сондай алғаш жаратқан тірілтеді. Ол барлық жаратылысты біледі де, ол сондай Алла сендерге жасыл ағаштан от жаратты. Сол уақытта сендер оны жағасыңдар.
марық ғафар деп аталатын екі жасыл ағаш бір-біріне үйкелсе жанады. Сондай көктер мен жерді жаратқан Алла олар сияқтыны жаратуға күші жетпей ме? Әлбетте күші жетеді. Ол әр нәрсені жаратушы, толық білуші. Шын мәнінде ол бір істің болуын қаласа, оның бұйрығы оған бол деу. Сонда ол бола қалады. Барлық нәрсенің билігі қолында болған әрі сендер соған қайтарылатын Алла кемшіліктен пәк.